Балалар, бүгінгі тақырыбымызды ашып алу үшін мен сендерге сұрақ қоямын. Осы жұмбақ жасырамын. Осы жұмбақтың жауабын тапсақ, бүгінгі тақырыбымыздың аты шығады. Бірінші, бала, бала, бала деп түнде шошып оянған. Түн ұйқысын төртпелеп, түнде бесік таянған. Бұл кім? Кім жауап береді? Ал Гүлсезім жауап бере ғой. Ана. Жауабы ана екен, жарайсың. Дұрыс айтты ма балалар? Ал екінші жұмбақ. Екі тақта арасында қимылдайды қызыл тақта. Ал кім жауап береді? Нұртас жауап бере ғой. Тіл. Тіл. Жарайсың. Ал біз балалар бүгінгі тақырыбымызды ашып алдық па? Ана бірінші жұмбағымыздың шешуі, екінші тіл. Демек, ана тілі екен, өте керемет. Ал сонымен балалар, Бауыржанның әкесінің аты кім болды? Кім айтады? Тұра ғой Назерке. Бауыржан Момышұлының әкесінің аты Момыналы болды. Оны барлығы Момыш деп атап кеткен. Ал атасының аты кім болды? Имаш. Атасының аты Имаш болды. Дұрыс айтасың, отыра ғой. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы туылып, 1982 жылы дүниеден өткен. Ол жазушы әрі әскери қолбасшы. Ол Жамбыл облысы Жуалы ауданы Қойбастау ауылында дүниеге келген. 33 жасында Әбдірахманның Назия атты қызына үйленіпті. Ол кісі менің шешем еді. Ол мен 3 жасқа толмаста қайтыс болған. Шешем, анамның қандай кісі болғанын тек әкем мен әжемнің әңгімелерінен ғана білемін. Разияның тұңғышы Үбияр, Салима, Алима кілең қыз бала болыпты. Әкемнің айтуынша мен 1910 жылы желтоқсанның 24-інде туыппын. Ол кезде әкем әулие шаһарында екен. Мен туылғаннан кейін Имаш бабам жан-жаққа кісі шаптырады. Әкеме де хабаршы жібереді. Әкем әулияттар келгенде құтты болсын айтуға ағайын жекжаттар жиналып қалған екен. Ол Момыш, бабамның бауы берік болсын, Ахметтай батырындай болсын десіпті. Той-тойға үлеседі. Тойдың соңында Имаш бабам қарттардан бата сұрайды. Төл немерең, бел немерең, бата жөні де өзіңдікі десіпті ақсақалдар. Сонда Имаш бабам, алтаудың қырманы молайды, қырманы болсын құлыным. Қойнауы суға молайды, бұлағы болсын құлыным. Ата тілегі оң еді, шырағы болсын құлыным. Бұл жерде батырлар төледі, сыңары болсын құлыным деді. Жарық дүниеге келгеніме 2 ай болғанда шешем мені күн көзіне шығарып атама алып барады. Атам көктем басталғалы ағаш отырғызып жатады. Атасына қолғабыс болуға келді deyip шешем ізгі ниетпен иіледі. Сосын мені атам алақанына алып, қолыма жас шыбықты ұстатып, құрық деп берсем құл болма, шыбық деп берсем шыл болма. Бәрінен де құлының баяны жоқ ұл болма деп келінді мені қайттан қайтарып берген екен. Жарайсың, өте